Сәлем бердік, сіздермен бірге келін асханасы. Бүгін жұмыртқаның сарысынан, сарыуызынан осындай пышный болып көтерілетін пирог пісірейік. Меренга жасап, безе жасаған кезде жұмыртқаның сарыуызы қалып қалатын болса, осы рецепт сіздер үшін. Жұмыртқаның сарыуызын жақсылап 1-2 минут миксерлеп жібереміз. Миксердің орташа айналымдарында. Одан кейін қант қосамыз, ванильный сахар қосамыз және сұйық май құйып, сүт құйып, бәрін біріктіріп жібереміз. Арасында мискамыздың, ыдысымыздың жан-жағынан жұмыртқаның сарыуызы жиналып қалады, соны тазалап отырып, тағы да миксерлеп жібереміз. Одан кейін ұнды елекке салып, оған 1 шай қасық қопсытқыш қосып, електен 2 қайтара өткізіп, бірінші былай араластырып жібереміз шашырап кетпеу үшін. Одан кейін миксердің ақырын айналдырмын қосып, миксерлемейміз, тек қана біріктіріп жіберу үшін ғана қолданамыз. Өздеріңізге ұнайтын кез келген духовканың формасына пісіре береміз. Мен 24 сантиметрлі диаметрлі форманы алдым. Астына пергамент қағазын төсеп, шет-шетіне жан-жағына ешнәрсе жақпаймыз. Дайын қамырды толықтай құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Зубочисткамен, ағаш таяқшамен құрғақ болғанша тексереміз. Духовкада 5 минуттай ұстай тұрамыз. Одан соң кішкене суыған соң барып кольцомыздан шешеміз. Өте пышный, жұмсақ, үлбіреген пирогымыз дайын болды. Егерде мен сияқты меренговый рулет көп пісіретін болсаңыз, безе пісіретін болсаңыз, осы рецепт сіздерге жақсы көмек болады. Мен осындай сливки мен шоколадты ганаш жасағамын. Соны бетіне әсемдік үшін құйдым және қантын тағын сеуіп шықтым. Өте ерекше, кәдімгі дастарханға сән беретін пирог болды. Кесілгенін өзін қарасаңызшы қандай жұмсақ болған. Өте пышный шықты. Жасап көріңіздер. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Өткізіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар. Жұмыртқаның сарыуызынан бисквит жасау рецептісі каналымда бар, қарап көріңіздер.